Бүгінгі орындалатын тәжірибелік дағдымыз мұрыннан қан кетуді тоқтату алдыңғы тампонада. Бастапқыда науқаспен амандасамыз, өз-өзімізді таныстырамыз. Науқастың аты-жөнін сұрап, шағымдарымен анамнезін жинаймыз. Кейін науқаста жүргізілетін манипуляцияны түсіндіріп, рұқсатын аламыз. Рұқсатын алғаннан кейін қолымызды 111 приказ бойынша өңдеп, перчатка киеміз. Кейін тампонада жүргізуге арналған инструменттерімізді дайындаймыз. Яғни оған мұрын айнасы, пинцет, алдын ала гемостатикалық ерітіндіге малынған ұзындығы 40-60 см болатын тампон, таза дәке және де фиксациялауға арналған бинт. Науқастың оң жағына орналасамыз, мұрын айнасын сол қолымызға, пинцетті оң қолымызға аламыз, және де ұзындығы 40-60 см болатын тампонды бастапқы бөлігін екіге бүктейміз, 5 см болатын, бос бөлігін сол қолымыздың білегіне жинастырып қоямыз. Кейін мұрын айнасын науқастың қанап жатқан мұрнына тереңдігі 0,5 см болатында енгізіп, айнаны ашамыз. Және де пинцетпен тампонды мұрын қуысының терең артқы жоғарғы бөлігіне енгіземіз. Мұрынның кіреберісінен бастап, тағы да төменірек 6-7 см дейін жерден қыстырып, енді терең артқы төменгі бөлігіне енгіземіз. Әр енгізген сайын енгізілетін пинцеттің ұзындығын 0,5 см-ге азайтып отырамыз. Яғни, пинцеттің ұзындығын бастапқыда енгізген бөлігі 4 см болса, келесі енгізгенде 3,5, келесіде 3, келесіде 2 см қылып енгіземіз. Яғни, мұрын қуысы толғанша. Тағы да 6-7 см қылып алып, артқы терең жоғарғы бөлігіне, тағы да 6-7 см алып, артқы төменгі бөлігіне, тағы да 5-6 см алып, артқы жоғарғы бөлігіне. Яғни тампон аяқталғанша және мұрын қуысы толықтай толғанша енгіземіз. Енгізіп болғаннан кейін пинцетті шығарамыз, мұрын айнасын жіберіп шығарамыз да қолданылған протокол қоямыз. Мұрынның сыртына таза дәке, марлы дәкені қоямыз да, оны бинтпен фиксациялаймыз. Мұрынның сыртқы бөлігіне салқын басып, парентеральды түрде гемостатиктерді енгіземіз да, жүргізілген тампонаданың эффективтілігін бағалаймыз. Яғни мұрынның сыртынан қан ағып жатыр ма, жатқан жоқ па, соны тексереміз, және науқастың аузын ашуын сұрап, жұтқаншағынан қан кетіп жатқан, кетпегенін анықтаймыз. Егер эффективтілігі болса, яғни қан тоқтайды, ал қан тоқтамаса, онда эффективтілігі жоқ, ол кезде артқы тампонада жүргіземіз.